Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін өте жұмсақ, әрі тойымды, әрі ашты қосылмай істелінетін 15 минутта дайын болатын бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Өте тамаша, арасы толықтай піседі. Қараңыздаршы, өте жұмсақ болған. Менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Бірінші бізге ұнымызды, айранымызды, керек заттарымыздың барлығын алып алатын боламыз. Бізде айран үй температурасында, менде домашний айран. Осылайына жақсылап отырып араластырамыз да, үстінен содамызды салатын боламыз. Содамыз осылай көпіршік болып, 2-3 есеге осылай ұлғайып кетеді бізде. Одан кейін барлық ингредиенттерді саламыз. Мен мына жерде тұз салдым, сұйық май құямыз. Одан кейін қант салатын боламыз. Қантты өз еріктеріңізбен аз салсаңыздар да болады. Тәтті бауырсақ жақсы көретін болсаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Менің балдарым тәттіні ұнатқандықтан көбірек салдым. Ұнды осылайынан електен өткізіп, 2-3 бөлікке салып, қамырымызды илейтін боламыз. Осылайынан азғантай-азғантайдан салып, бірінші бенчиктің көмегімен араластырып аламыз да, одан кейін қамырларымыз бір-біріне біріге бастаған кезде қолымыздың көмегімен илейтін боламыз енді. Онды електен өткізіп салсаңыздар, өз тығыздығын жақсы қатты ұстайтын болады, көтеріліп пісетін болады. Осылайынан жақсылап отырып қамырымызды, ұнымызды аз-аздан салып, осы басы біріккенше осылай қамырымызды илеп алатын боламыз. Көп салып жүрмеңіздер, көп салып жүрсеңіздер қатып қалатын болады. Осылайынан барлығын салып отырып, араластырып отырып, қатты емес, жұмсақ емес, орташа бізде қамыр шығады, орташа жұмсақтықта. Мінекей осындай қамырымыз шықты бізде. Енді бұл қамырымызды алып, 5 минутқа тындыруға жіберетін боламыз. Қараңыздар, жұмсақ, өте әдемі. 5 минуттан кейін сіздер көбірек қойсаңыздар да болады. Мен сразу істеп жатырмын. 5 минуттан кейін қамырымызды алып, ұн сеуіп отырып жайыңыздар. Бізде жабысқақ қамыр болған үшін қамырымыз жабысып қалу мүмкіндігі жоғары. Осылайынан ұн сеуіп отырып жаятын боламыз. Осылай басып отырып жайып алатын боламыз. Ұн сеуіп отырыңыздар. Қатты қалыңдығы емес, орташа жұқалықта қамырымызды жайып алатын боламыз. Мінекей осылайынан жайып, бір текст қылып жайып аламыз. Одан кейін қалауыңызша кесіп пісіре берсеңіздер болады. Мен осылай қолмен де жайып жердім. Өйткені қамырымыз өте жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр. Осылайынан мен 3 бұрыш кестім. Сіздер домалақ шәкілде берсеңіздер болады. Қалай кесесіздер, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осылай сопақша тәріздес қылып кесіп алатын боламын. Барлығын осылай бір көлемде әдемілеп отырып кесіп алатын боламыз. Осылайынан барлығын бір текст қылып кесіп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менің каналымда түрлі қолжетімді
рецепттер бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Осылайынан барлығын үшбұрыш тәріздес қылып кесіп алатын боламыз. Одан кейін осы аралықта қазанымызға май құйып, қызып тұрған майымызға салып, екі жағын қызартып отырып пісіріп алатын боламыз. Пісіріп көріңіздер, өте тамаша болып шығады. Балдарыңызға жасап беруге кеңес беремін. Өте тойымды әрі дрожжсы жасалады. Ешқандай балаға кері әсер бермейді. Осылайынан екі жағын бірдей қылып қызартып, қуырып алатын боламыз. Қараңыздаршы, қып-қызыл әп-әдемі болып шығады бізде бауырсақтарымыз. Осылайынан екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз да дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді бауырсақтардың бірі. Қызарғаннан кейін барлығын осылай бір ыдысымызға салып отырамыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, тойымды. Жасап көрлеріңізге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.